12-ші лекция тақырыбы психологиялық медициналық педагогикалық консилиумның қызметін ұйымдастыру, яғни ПМПК туралы айтатын боламыз. Жоспар: психологиялық медициналық педагогикалық консилиумның қызметі, ПМПК құрамы және қызметі, ПМПК-ға жүгіну рәсімі, ПМПК-да баланың жан-жақты зерттелуі, баланың даму деңгейін анықтау, нақты бала үшін жеке оқыту бағдарламасын жасау. ПМПК бұл балалардың дамуын оқыту және тәрбиелеу қажеттіліктерін анықтайтын маманданған құрылымдар. Олар баланың жан-жақты зерттеу негізінде ұсыныстар беріп, оның дамуына және білім алуына көмектеседі. ПМПК-ның құрамы және қызметі. Құрамы: ПМПК-да психолог, педагог, логопед, медицина қызметкерлері, әлеуметтік педагог және басқа мамандар болады. Қызметі: балалардың әртүрлі дамуы мен білім қажеттіліктерін анықтау, оларға тиісті оқыту бағдарламасын ұсыну. Мектеп тарапынан мұғалім баланың дамуында немесе білім алуында қиындықтар байқаса, оны ПМПК-ға жолдайды. Ата-ана тарапынан өз балалардың дамуына алаңдаса, оны ПМПК-ға жүгінуге құқылы. ПМПК-да баланың жан-жақты зерттелуі. Психологиялық зерттеу баланың танымдық және жеке тұлғалық дамуы, қарым-қатынас, эмоционалдық ерік жүйесі бағаланады. Педагогикалық зерттеу баланың білім меңгеру деңгейі, оқу дағдылары, қызығушылығы және бағыты анықталады. Медициналық зерттеу баланың денсаулық жағдайы, физикалық және неврологиялық даму ерекшеліктері зерделенеді. ПМПК-ға жүгінудің негізгі себептері: психикалық дамуының кемшіліктері, яғни өзгерген психикалық процестер, интеллектуалды және эмоционалды дамудың тұрақты бұзылуы, функционалды бұзылыстар, сөйлеу, есту, көру және қозғалыс функцияларының бұзылуы, білім алуда қиындықтар, оқуда қиындықтар, әртүрлі оқу және тәрбие бағдарламаларына сәйкессіздік. ПМПК жұмысындағы негізгі бағыттар: диагностикалық, білім алушылардың жеке даму ерекшеліктерін зерттеу және анықтау, оңалту, тұлғалық, әлеуметтік және білім беру дағдыларын қалпына келтіру және дамыту. Консультациялық, білім алушылар, педагогтар және ата-аналарға кеңес беру. Баланың даму деңгейін анықтау. Зияткерлік даму, баланың ойлау қабілеті, түсіну және есте сақтау қабілетімен дүниетаным бағаланады. Тілдік даму, баланың сөйлеу және тілді қабылдау деңгейі анықталады. Әлеуметтік тұрмыстық дағдылары, баланың өзін-өзі күту және қарым-қатынас жасау қабілеттері бағаланады. Эмоционалды ерік жүйесі, баланың толерантты, әлеуметтік бейімделу және өзін-өзі реттеу қабілеттері тексеріледі. Бала үшін жеке оқыту бағдарламасын жасау. Даму мен білім алу қажеттіліктерін анықтау. ПМПК баланың жан-жақты зерттелуі нәтижесінде даму және оқу ерекшеліктері анықталады. Білім беру ұйымына ұсыну. ПМПК қорытындысы мен ұсынымдары білім беру мекемесіне жіберіледі. Баланың оқу тәрбие қызметін ұйымдастыру ПМПК-ның негізгі міндеті болып табылады. Жеке оқыту бағдарламасын жасау, баланың қажеттіліктерін ескере отырып, арнайы тәсілдер мен қолдау шараларын қамтитын жеке оқыту жоспары құрылады. Педагогикалық қолдау. Мұғалімдер баланың жеке бағдарламасын ескеріп, тиісті әдістер мен тәсілдерді қолданады. Психологиялық қолдау. Психолог баланың эмоционалдық және әлеуметтік дамуына көмектеседі. Ата-ананың рөлі. Өтініш беру. Ата-аналар балаларын ПМПК-ға жолдауға құқылы. Қорытынды мен ұсынымдарды талқылау. Ата-аналар баланың даму деңгейі мен оқу бағдарламасы туралы ақпаратпен танысады. Жеке оқыту жоспарына қатысу. Ата-аналар баланың жеке бағдарламасын жасауға белсенді түрде қатыса алады. ПМПК қызметін реттейтін нормативті құқықтық база. Заңнама. ПМПК қызметі білім туралы Қазақстан Республикасының заңымен және басқа да нормативті құқықтық актілермен реттеледі. Ережелер. ПМПК қызметінің тәртібі мен тәсілдерін айқындайтын ережелер бекітілген. Стандарттар. Арнайы білім беру қажеттіліктері бар балаларды анықтау және оларға қызмет көрсету стандарттары бекітілген. ПМПК қорытындысы мен ұсынымдары. Баланың дамуы және білім алу ерекшеліктері, білім беру ұйымдарында қажетті жағдайлар, оның білуі тиіс ұсынымдар, баланың зияткерлік, тілдік, әлеуметтік, тұрмыстық дағдылары мен эмоционалды ерік жүйесі бойынша даму деңгейі. Білім беру ұйымында қажетті жағдайлар,
оның білуі тиіс ұсынымдар: баланың зияткерлік, тілдік, әлеуметтік, тұрмыстық дағдылары мен эмоционалды ерік жүйесі бойынша даму деңгейі. Баланың оқу бағдарламасы қолдау шаралары, ерекше жағдайлар: баланың зияткерлік, тілдік, әлеуметтік, тұрмыстық дағдылары мен эмоционалды ерік жүйесі бойынша даму деңгейі. Баланың оқу бағдарламасы қолдау шаралары, ерекше жағдайлар: баланың білім алуын, дамуын және әлеуметтігін қамтамасыз ету бойынша ұсынымдар. ПМПК қызметін тиімді ұйымдастыру жолдары: мамандардың біліктілігі, ПМПК мамандарының кәсіби деңгейін үздіксіз жетілдіру, ақпаратты қамтамасыз ету, баланың құқықтары мен мүмкіндіктері туралы тиімді ақпараттандыру, тиімді өзара іс-әрекет, іс-қимыл. ПМПК мен білім беру, денсаулық сақтау және басқа мекемелердің тығыз ынтымақтастығы болып табылады. ПМПК қызметінің даму келешегі: жаңа технологиялар, диагностика мен оңалту үдерістерінде цифр технологиялардың қолданылуы, жеке тәсіл: әрбір білім алушының жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктеріне бейімделген бағдарламалар, кешенді көмек: ПМПК мен білім беру ұйымдарының тікелей өзара іс-қимылы арқылы білім алушыларға көмек көрсету болып табылады. Назарларыңызға рахмет.